Балалар, сәлеметсіңдер ме? Сәлеметсіз бе? Қалдарың қалай? Жақсы. Көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Жақсы. Балалар, бүгін мен сендерді зертханалық лабораторияға не үшін әкелдім деп ойлайсыңдар? Қараңдаршы, не үшін? Қол гигиенасын қалай таза ұстау керектігін үйретеміз және зертханалық жұмыс жасаймыз. Жақсы балалар? Иә. Балалар, білесіңдер ме? Біздің қолымызда үнемі микробтар болады. Иә. Микробтар болады. Ол микробтар біз сабынмен жумасақ не болады айтыңдаршы балалар? Микробтар ағзамызға кіріп, содан кейін ішіміз ауырады. Өте дұрыс айтасыңдар балалар. Сол үшін балалар қолымызды күнделікті жуып отыру керекпіз. Қай уақытта қолымызды жуамыз айтыңдаршы? Қай уақытта? Серуеннен келген соң жуамыз. міндетті түрде қолымызды су сабынмен жуу керек. өте дұрыс. Және қай жерден кейін тағы? Әжетханадан келген кезінде жуу. Міндетті түрде жуу керек. Өйткені микробтар біздің алақанымызға жабысады. Біз оны жумасақ, не болады? Ағзамызға кіреді, содан кейін Ішіміз ауырады. өте дұрыс айтасыздар балалар. Енді балалар қараңыздаршы балалар. Алақан. Қазір балалар осы алақанға микробтар қалай жұғады екен біз зерттейміз. Алдымызда тостағанда тұр балалар. Осы алақанды қазір суға маласындар, ашытпаймыз. Су қойыңдар, ішіне ақырындап су қоя ғой. Асықпаймыз. Құя ғой суды, құя ғой. Құя ғой суды, ішіне құя ғой. Алақан үстіне қоямыз. Микробтар көрінді алақанда қанша көп микробтар болады. Келесі зертханалық жұмысымыз біздің алақандағы микробтарды бақылаймыз. Қараңдар, ақырын қоямыз. Қараңдар, асықпаңдар балалар, кәне. Енді осы жерге ақырындап тостағанға су қойыңдар. Құя ғой су. Асықпа, көп қойма, асықпа. Құя ғой, Дария, құя ғой. Бірақ құя ғой, Дария. Дұрыс. Енді қараңдар балалар, мен осы алақанға микробтарды қоямын. Қазір қараңдар. Микробтарды төгем. Қараңдар, асықпа, қараңдар. Қандай көп микробтар, қараңдар, көрдіңдер ме? Қандай көп микробтар балалар. Енді осы микробтар немен кетіреміз деп айттық? Жаңа айтыңдаршы балалар. Немен жуамыз? Микробты немен кетіреміз айтыңдаршы? Сұйық сабынмен. Ақырын саусағымды мала ғой. Қараңдар балалар, қараңдаршы, мен сізге көрсетемін. Көрдіңдер ме қандай керемет? Кәне істей ғой, Дария. Істей, асықпаңдар. Көрдіңдер ме балалар? Тағы істей ғой. Сендер асықпаңдар. Микробтар жаққа апарыңдар. Микробтар жаққа апара ғой. Яғни балалар, микробтар неден қорқады екен айтыңдаршы? Сабыннан. Өте керемет екен. Оны сүртеміз. Нені қолымызды сабынмен жуып отыру керекпіз. Енді келесі зерттеу жұмысымыз алақандағы микробтарды қалай жуамыз? Немен кетіреміз? Микробтар неден қорқады екен балалар айтыңдаршы? Сабыннан. Өте керемет. Сабынды аламыз балалар, ала ғой ақырындап сабынды. Суға матырамыз, асықпа. Суға матырамыз. Енді ақырындап микробтарды кетіреміз. Кәне, кетіре ғой. Дария? Кетіп жатқан микробтар сабыннан қорқады екен, не микробтар? Кәне, асықпа. Керемет екен. Кәне, мен алақанда микробтар кетіріп жүр. Айнасып. Сонымен балалар не істеу керек екен? Күнде айтыңдаршы маған. Қолда микробтар болмау үшін не істейміз айтыңдаршы? Қолымызды үнемі жуып отыру керекпіз. Әжетханаға барғанда, серуеннен келгенде, далада қыдырып келгенде міндетті түрде не істеу керекпіз? Қолымызды жуу керекпіз. Кәне көрсетейік. Алақанымыз қандай таза болды. Керемет қоямыз. Енді балалар далаға бір жерге шыққанда қолдарымызды немен жуамыз? Міндетті түрде сабынмен күнделікті жуып отыру керек, балалар. Серуенге барып келеміз, әжетханаға барып келеміз, далада қыдырып келеміз. Міндетті түрде қолымызды сабынмен жуып отыру керекпіз. Рахмет назарларыңызға. Рахмет.